Райымбек ауданында амал мерекесі көрісу күні кеңінен аталып өтті. Береке мен бірліктің бастауы саналатын бұл ерекше күні көршілес жатқан Талас пен Шәлкөде ауылының тұрғындары бір шаңырақ астында бас қосып, ұлттық дәстүрді жаңғыртты. Ақсақалдар батасын беріп, ауыл жұрты бір-бірімен көрісіп, амандық сұрасты. Шәлкөде ауылындағы көрісу мерекесі көпшіліктің басын қосқан тағылымды шараға айналды. Көршілес жатқан Талас және Шәлкөде ауылдарының тұрғындары бір-бірімен көрісіп, ақжарма тілектерін арнады. Ауыл орталығына киіз үй тігіліп, ұлттық құндылықтар дәріптелген мереке ұйымдастырылды. Аман ба халқым малың өрістегі, атта бір шалады ғой желістегі. Аман есен келіп тұрмыз Таластан, бұл сіздер мені бүгін бір көріскелі. Іс-шараға жиналған халық қазақтың салт дәстүрін ұлықтап, ұлттық спорт түрлерінен сайыстарды тамашалады. Аударыспақ, арқан тарту сынды ойындар болды. Ауыл тұрғындары көтеріңкі көңіл-күймен мерекелік думанға қатысты. Бүгін мінекей шарбас аспанмен астасқан сонау заңғар биіктің белінде, хан тәңірдің төрінде, Арыстыда құтты мекеніміз Шәлкөде Талас ауылдарында ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамының қарсаңында мінекей амал мерекесі, көрісу мерекесін атап өтіп жатырмыз. Енді мына сақтан қалған салтын, ғұннан қалған ғұрпын жоғалтпаған ата-бабаның дәстүрін жаңғыртып, осындай керемет мерекелеріміз бола берсін, ел іргесі тыныш болсын. Баршаңызды мінекей мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Тәлім тағылымға толы ұлттық дәстүр іс-шарасы Райымбек ауданының 90 жылдығына орай ұйымдастырылып, көрісу мерекесіне 90 адам арнайы қамтылды. Бұл ауданның мерейтойлық жылын мәнді істермен өрнектеудің бір көрінісі. Мереке, бірлік пен мерекенің бастауы болып, Шәлкөде ауылындағы ауыз бірліктің жарқын үлгісін көрсетті. Аяла Ұланқызы, Қонаев медиа.